Қазіргі кезде біз жаһанданудың әсерінен болып жатқан ақпараттық тасқынның астында қалдық. Бұндай ішінде тасы да, лайы да, кір қоқысы да бар асау ағынға тек тамыры тереңге бойлаған бәйтеректер ғана төтеп бере алады. Шөп шалан, құрай қамыз, бұта-мұтаны түбірімен қоса қопара жұлып, әкетіп құрдымына құйып жоқ қылады. Талай ғасырлық тарихына үңілген, сол арқылы мәдениетін, салт дәстүрін, әдет ғұрпын игерген, тілін, дінін ардақтайтын, яғни өзінің ұлттық бейнесін тани алған халық бәйтерек. Бәйтеректей бекем өзінің төл дүниетанымымен өмір сүретін, ата-баба жолымен жүретін жұрт басқа ұлттардың алдында асқақ басын аласартуды намыс көреді. Демек, ұлттық иммунитет дегеніміз ол ұлттық намыс. Басқалардың ықпалына, ырқына көнбей, өз ерекшелігін сақтауға деген ұлттық қорғаныс қабілеті.